Әйел заты шаш күтімі үшін ақшасын аямайды. Алайда шашты тез өсіру үшін не қалың, не ету үшін қымбат шампундар мен бальзамдардың әсері бола бермеді. Осы орайда шаш күтіміне арналған керемет кеңестерімізді ұсынамыз. Шаштың тұрақтылығын сақтау. Шаштың 65% ақуыздан тұратындықтан ақуызы көп, өнімдер көп тұтынып, шаштың тұрақтылығын сақтау керек. Көкөніс жапырағы, ірімшік, майсыз балық, ақ ет сияқты өнімдерден көп жеу керек. Ұшталған шашты үнемі қырқып отырыңыз. Шаштарыңызға кемінде 3 ай сайын барып, шашыңыздың ұшын қырқып тұрыңыз. Шашты көп жумаңыз. Шампунмен күнделікті шашты жуу арқылы құрғатып жібересіз. Шашты аптасына 2-3 рет қана жуу керек. Шашты көп тарамаңыз. Шашты көп тарау пайдалы деген ой қате. Тарақпен тарау арқылы шаштың майын ұзындығына дейін жағып шығасыз. Әрі көп сүресіз. Сондықтан шашты жуған соң арнайы спрейлер қолдана отырып тарасаңыз жеткілікті. Күйзеліске жол бермеңіз. Адам көп стрессті жағдайда жүргенде шашы жиі түсіп, шаш көлемі азаяды. Сондықтан қандай жағдай болмасын, күйзеліске салынбаңыз. Жастықтың түсін ауыстырыңыз. Жастығыңыздың түсі таза, мақта матасынан жасалған болса, оны жібек маталы түске ауыстырыңыз. Жібек маталар жұмсақ келгендіктен шаштың түсуіне әсер етпейді. Витаминдер ішіңіз. Витаминді тағамдар ғана емес, витамин дәрілерді де іше беріңіз. Ол үшін маманға қаралып, сіз қандай витамин жетіспейтінін тексеріңіз. Шашты жуып жүріңіз. Шашыңызды шаң, кір мен күннен қорғап, орамал, бас киім, шляпкалар киіп жүріңіз. Шашқа арналған сапалы бояуларды қолданыңыз. Бояулардың құрамында аммиак көп болғандықтан олар шашқа зиянын тигізеді. Оның орнына қына, кофе, дәм қабықты қолданып көріңіз. Шашты ыстық сумен жумаңыз. Ыстық су шаш түбін құрғатып жібереді. Сондықтан үнемі жылы сумен жуыңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын.